Бүгінгі темада мен сіздерге климакс туралы айтқым келіп отыр. Климакстың ұйқысыздығы. Маған бұны айту себебім, қазір бір 5-6 күн болды, климакстан ұйықтамай қалған келіншек келді. Көз адырайып тұр, ұйықтамаған. Былай қарасаң, зобы бар деп те ойласаң, зобы жоқ. Тек қана климакстан ұйықтамай қалған. Ұйықтау өте қиын. Үйі де қорқып кеткен ұйықтамағандықтан. Ол батып бара жатқан ештеңке жоқ, тек қана климакс кезінде кішкене стресс болған. Сол стресстен кейін пайда болған ауру. Енді климакс кезі деген әйелдерге нағыз ауруды тауып беретін ауру ошағы десе де болады. Климакс кезінде адамға қан қысымы жоғары болып қалады, көп адамдарда артериальный давлениелер жоғары болады. Одан кейін ұйқысыздық болады, невралгия болады, содан кейін буын ауырады, сүйектер ауырады, тізе сүйектері ауырып қалады. Өте климакстың побочный нелері өте көп ауыратын. Кейбіреулер өзінен өзі жылағысы келеді, ондай да жағдай болады. Соның ішінде маған көп кездесетіні ұйқысыздық және буын аурулары. Ал енді тек қана ол климакс кезінде буын емдеп жіберетін болсақ, ол жақсы болмайды. Оған комплекс ем алу керек. Былайынша айтқанда, мына оқыған білім бойынша инь-ян деген ішкі дүние менен сыртқы дүниені теңестіретін ем керек болады. Бір жағы ол инеменен. Ал енді жаңағы ұйқысыздыққа неше түрлі методтар бар. Өйткені ол гормон ойнайды, былайынша айтқанда. Сол гормон ойнағаннан кейін сондай жағдай болады. Енді қазір мысалы 5-6 күні емделген келіншек енді ұйқыға көңілі бөліне бастады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан климакс кезінде ауырсаңыздар, ұйықтамай қалсаңыздар, я болмаса буындарыңыз ауырып қалса, жүректеріңіз ауырып қалса, климакс кезінде неше түрлі аурулар пайда болады. Сондықтан сол аурудың алдын алу керек болады. Климакс кезде тіптен алыстағы адамдар болса, климакс кезінде онлайн консультациямен ем алуға болады. Өйткені ол климакста ең бірінші ішкі құрылысты тазалау керек болады. Өзіңді өзіңе қалпына келтіру керек болады. Содан кейін кейбіреуде психологический паника деген болады. Бұл да климакс кезінде болатын ауру. Панический аурулар, фобиялар, клаустрофобиялар бәрі климакста кездеседі. Клаустрофобиялар деген мысалы не болсадан қорқатын, біреу бірдеңе айтса жаман ойлап тұратын, анау мені бүйтіп тұр деп жаман ойлап тұратын. Осының барлығы климакс кезінде пайда болатын аурулардың түрі. Әсіресе панический атака дейді. Ол да өте климакста көп кездеседі. Өйткені климаксқа дейінгі өмірінде өткен қиындықтар, жүйке тозғандар, соның бәрі қайда барады? Климакс кезінде гормон ойнап кетеді, соның бәрі шығатын болады. Сондықтан климаксты сіздер ойыншық көрмеңіздер. Климакс басталса, міндетті түрде ішкі құрылысты тазалап, өздеріңізді орнына қоятындай емделу қажет болады. Сол емді мен жасайтын боламын сіздерге. Климакспен кім ауырады, ол адам міндетті түрде келсе болады. Өйткені климакс дейтін тағы да қайталап айтам, ойыншық емес ол. Өте аурудың ошағы десе болады. Сол кезде неше түрлі аурулар пайда болады. Жарайды, сіздерді мен түсінді деп ойлаймын. Бір-бірлеріңізге интернет-желісінде бөлісіңіздер. Маған жазылып кетуді және лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен біргемін.